Окушылардын окуу тәрбие үрдүсүн тиімді ұйымдастыруу үчүн жагдай жасау, материалдык техникалык базаны жаксартуу максатында жасалган Темир Тау каласынын билим берүү мекемелеринин жөндөө жумуштарына жумсалган каражат жайлы сейсенбі күнү әкимшиликте өткөн аппарат жыйынында маалимдеме жасалды. Кіріс бөлігінің ағымдағы жылдың 9 айында атқарылуы 9 миллиард 585,5 миллион теңгені құрайды, немесе 105,9% құрады. Жоспардан тыс 536-да 1 миллион теңге түсті. Оның ішінде реттелетін салықтар бойынша жоспардан тыс түскені жалақының өсуі және 13-ші жалақының төленуіне байланысты ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамынан қосымша түсімдердің түсуі себебі 522,9 миллион теңге, немесе жоспарға 108,5%-ке орындалды. Әлем балалар жасөспірімдер орталығының шатырының жөндеу жұмыстарына 1 қазанға дейін аяқталу керек болатын. Атқарылатын жұмыстарға бюджеттен 45,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Қазіргі уақытта жұмыстың 80% ғана аяқталған. Бұл нысанның жөндеу жұмыстарымен айналысатын мердігер ұйымға қазіргі айыппұл салынып, іс сотқа берілген. Қалалық бюджеттің шығыс бөлігі 11 миллиард 134,9 миллион теңгеге атқарылды, немесе есепті кезеңге арналған жоспарға 99,3%-ді құрады. Жылдық жоспарға 67,6%. Игерілмеген сума 75,5 миллион теңге. 2018 жылы білім беру нысандарының күрделі жөндеу жұмыстарына 647,6 миллион теңге бөлінді. Бұл 2017 жылға қарағанда 3,7 есе көп. Сонымен қатар, бұл ақша 2017 жылы 33 нысанның жөндеу жұмыстарына бөлінген. Расходы образования в 2018 году увеличены по сравнению с 2017 годом. 2018 жылы 29 нысанның жөндеу жұмыстарына 258 миллион теңге бөлінді. Бұл 2017 жылға қарағанда 1,10 есе көп. 2017 жылы кезекті жөндеу жұмыстарына 177,5 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде 16 балабақшаға 149,2 миллион теңге, 11 мектепке 94,4 миллион теңге және 2 мектептен тыс білім беру мекемелеріне 196,6 миллион теңге бөлінді. Биылғы жылы қалалық және ішкі маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге 2 миллиардқа жуық қаражат аударылды. Соңғы 2 жылда 3 миллиард 622,2 миллиард теңге сомасына 103,2 километр жөнделді. На 1 октября освоено 1 миллиард 549,7 миллионов тенге. 1 қазандағы ақпаратқа сүйенсек, бүгінгі таңда 549,7 миллион яғни бөлінген соманың 78,1%-ын игерді. Соның ішінде ішкі жолдарға 52,9 миллион теңге қаражат бөлінген. Жиын соңында қала әкімі Ғалым Әшімов жұмыстарын уақытында аяқтамаған мердігер компанияларды жауапқа тарту керектігін айтты.